бірақ оның негізгі жолы мынау жилстройда. Мына сабағымызда табыс көзін растауға байланысты бір аз дегенде ақпарат бергім келеді. Білесіздер ма, көбі осы ипотека алатын кезде табыс көзін растауға қиналады. Енді табыс көзін растамайтын бір ғана жол, бір емес, бірнеше жолы бар, бірақ оның негізгі жолы мынау жилстройда опыңызды 16-ға жеткізу. Енді бағана мен оны әдемілеп түсіндірдім. Екінші жолы, мысалға сіздер екінші деңгейлі бағана айтқан Сбербанк, болмаса РБК банктері, болмаса мынау халық банктерде де бірден 50%-ін салатын болсаңыз, табыс көзін растамай үй алуға мүмкіндік болады. Бірақ бұндай жағдайда сіздің банкке беретін пайызыңыз көп жағдайда енді орта есеппен 15-тен жоғары. Кейбір банктер 18% алады. Оны енді сіз банкке барып аралағанда көруге әбден болады. Мен нем айтатынына банктың переплатасын қарау керек соңында. Сонда сіз 50-50 мен мынандай 15%-бен бір 10 жылға, 12 жылға үй алып отырсыз ба? 10 миллионның үйіне бастапқы жарнаңызды 50% қылдырып саласыз. Ешқандай сізге пенсионка, ешқандай жаңағы жұмысыңызға қарамай беретін мүмкіндік болса, мынау 10 миллионның үйі кейін бәрібір есептеп қарасаңыз бірге бір шығады. Кейбіреу асып та кетеді. Кейбір банктер бар 10 миллионға 17 миллион қосады. Мысалға 10 миллион қосады, 12 миллион қосады. Айналып келген кезде бірге бір қосылып кетеді, шыны керек. Сондықтан енді бұл ауыр жүк, ауыр пайызды көтерем десеңіз, әрине табыс көзін растамай үй алуға мүмкіндік болады. Немесе жаңа бірінші бағыт тұрғын үй құрылыс жинақ банкінде 3 жыл жинайсыз, опыңыз 16-ға жеткізіп табыс көзін растамай аласыз. Қалған жағдайдың бәрінде банкте табыс көзін растау керек. Ол кәдімгі бағанаға айтқан бірінші деңгейлі банк, ұлттық банктың бекіткен заңы. Ал табыс көзі растаған өзінде де көп адамдар сұрайды, менің жалақым 60 мың, болмаса 100 мың, 200 мың, маған банк одобрение бере ма дейді. Оның барлығы білесіз ба, сіздің алатын үйіңізге байланысты, алатын үйіңіздің бағасына байланысты, сізге ай сайын пенсионкаға түсіп жатқанына байланысты. Мысалға қараңыз, сіз сол 7-20-25 пен немесе баспана тіпті сол жилстройға да бірден 50%-ын салып, опыңыз 16-дан төмен ба, сіз табыс көзін растайсыз, бастапқыда 8,5%-бен аласыз деп, оны бағана айтып кеттіге. Сонда қараңыз, бірден 50%-ын салдыңыз, болмаса баспана хитпен 20%, 7-20-25 пен 20%-ын салдыңыз, не істейсіз? Табыс көзін растайсыз. Мысалға, сіз ипотека график шығарады, айына сіз 120 мың теңге төлеу керексіз. Орта есеппен, егер де сіздің әйеліңіз, күйеуіңіз семьяда 2 адам болса, бала болмаса, күйеуіңіз жұмыс істесе, мысалға, немесе әйел жұмыс істесе, заңды түрде иждивенец дейді ғой, жаңағындай қалай масыл дейма, білмеймін, енді қазақшалай айтсақ, жұмыс істемейтін адам үшін ол как артық ақша қосылып кетеді, табыс көзін растағанда кішкене қиналып қаласыз. Ал егер де сіздің жарыңыз, жұбайыңыз жұмыс істеп жүрсе, онда кішкене жеңіл болады. Мысалға, сол айына сіз 120 мың теңге ипотека төлейтін болсаңыз, қараңыз, сіздің өмір сүруіңізге деп банк орта есеппен 45 мың теңге алады. Ірі қалаларда, әсіресе Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент. Кейбір басқа аймақтарда 30-35 мың теңге. Сіз барсыз, күйеуіңіз бар, жұмыс істемесе, оған 45 мың тоже мойнына іліп береді. Бала шағаңыз бар, енді бала шаға кейде әр банктың системасы әртүрлі, 20 мың іліп береді, 25 мың, кейбіреулер мысалы жилстройда 10 МРП қосылады. 10 МРП дегеніміз биылдыққа 2651 болса, 1-0 болса, 26.510 теңге бір балаға, мысалға. Сонда қараңыз, орта есеппен енді бала үшін 25 мың теңге дейінші. Сіз барсыз, күйеуіңіз бар, өзіңіз барсыз, 90 мың, 115 мың теңге сіз өмір сүруіңізге керек. Ол сіз болмайды. Сіз қалай өмір сүресіз, қалай нанын жейсіз, қалай продукты, қалай киінесіз, мысалға, қалай коммуслуга төлейсіз деген дүние банкте автомат түрде қалыптасады. Сонда сіз ай сайын 120 мың төлеп отырсыз ба? Төлейтін болдыңыз ба? Мынаған наны қосыңыз. 90, 115, 120, 230, 35 мың шығып кетеді. Міне, сөздің ашығы қазір 2020. Жалақының енді орта есеппен біз айтып жатырмыз, статистикада орта есеппен 190-200 мыңға жетіп жатыр. Сөздің ашығы
сіз сол табыс көзін растау үшін айлығыңыз 200 мыңнан жоғары болу керек. Сіздің ресми табысыңыз 235 мың ба? Яғни соңғы 6 ай бойы 23 мыңнан түсіп отыру керек. Мысалға, мартта түсті, апрель, май, июнь, июль, августте 23 мың, 23 мың, 23 мың, 23 мың. Оны яғни egov.kz сайтынан КЦВП-дан выписка аласыздар сіздер. КЦВП дегеніміз бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры. Сол қордан алғанда ай сайын сізде қанша ақша жатқаны барлығы тұрады. Соңғы 6 ай пенсионкаңыз бар ма? Онда банк сізге қалай қарайды? Система қалай? Мынау жаңағы сол серік, молодец, айлық табысы бар, жұмыс істеп жүр. Ал енді кейбір адамдар бар, мүлдем пенсионкасы жоқ. Онда банкке барғанда пустой тұрады да. Сен қайдан білемін, жұмыс істейсің бе, істемейсің бе? Кейбір адамдар бар, мен 500 мың ақша табам, бірақ пенсионкаға мен минималка салам дейді, 5 мың теңге ғана салам деп қояды. Онда, значит, база оны қабылдайды, мына жаңағы Беріктің айлығы 50 мың ғана екен ғой деп қабылдайды. Көрдіңіз ба? Сондықтан да айналып келген кезде тыққан ақшаның барлығын растап, болашағымызды ойлайды десек, пенсионкамызға да ақша салу керек, банка одобрение болса да, берсе де айма-ай пенсионка түсіп отыру керек. Және де жоқ дегенде соңғы жұмыс орны 4-5 ай болу керек. Кейде бар, кейбір адамдар 2 ай бойы бір компанияда істейді, 2 ай бойы бір компаниядан ақша түседі, тағы 2 ай бойы бір компанияда. Системаны қарайды, мынау бір серік тұрақсыз адам екен, 2 ай сайын жұмыс орнын ауыстырады. Біз бұған қазір ай сайын 120 мың теңге төлейтін ипотека беріп жатырмыз. Келесі айда оның жұмысы ауысып кетсе не болады? Келесі айда ол жұмыс таба ма, таппай ма, бір құдай біледі. Көрдіңіз? Система бұл, база. Бұны өзгерте алмаймыз біз. Осының алдында ПКБ туралы видеоны көрдіңіздер, ПКБ дегеніміз первое кредитное бюро. Сіздің жаңа айтқан бүкіл кредиттік несиеңіз сақталып тұрады сол жерде. Кредиттік несиеңізде де тұрады, неше күн просрочка пеня. Ол бұзылды ма? Банк өткізбейді, сізге одобрение бермейді. Көрдіңіз ба? Сондықтан да айналып келген кезде сіздің жалақыңыз аз болса, ең жақсы, ең әдемі вариант міне. Бағанағы айтқан 14 миллион 600 мыңдай тұратын үйге әкемнің 73 мың жалақысымен жылыстыру одобрение берді. 73 мың дол қолға алғанда 51 бәле ғана шығады. Пенсионка, әкеме пенсионканы қарасам 7300 ғана шығады екен. Ол ипотекаға біз ай сайын 116 мыңнан төлейміз мысалға. Айлығы 73 мың, 116 мың теңге. Банк одобрение бере салды. Неге? Себебі міне 2014-тен бері ашылған шотты пісіріп, өсіріп, 5 жылдан кейін бірақ, шамамен 4,5 жылдан кейін барып, үй алынды. 16-ға жетті, пісті. Әдемі ме? Әдемі. Кейбір адамдар бар, ИП-да жұмыс істейді. ИП-да жұмыс істейсіз ба? Сіз 1 жылдық доходыңызды көрсетесіз. Декларация, неге налоговый қарында отчет тапсырасыз ғой, менің табысым осынша деп, салығыңызды көрсетесіз, пенсионкаңыз 1 жылдық дүниені қарайды. Мектеп мұғалімісіз ба? Тағы да 1 жылдықты қарайды. Неге? Өйткені мұғалімдер ол жазғы аралықта жұмыс істемейді ғой. Сәйкесінше кейде пенсионға да түспей жатады. Сол себепті мұғалімдері де кішкене 1 жыл пенсионкасына толығымен қаралады. Бәрінде табыс көзін растауға, яғни баспана 7-20-25-те, тіпті опыңыз 16-ға жетпесе табыс көзін растайсыздар. Олсыз болмайды. Сондықтан пенсионкаңыз да дұрыс болу керек. egov.kz сайтынан қараңыз, ПКБ-ңыз да дұрыс болу керек. Осы.